Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі бізде 153-ші сабақ. Бірінші есепте берілген өрнекті шығаруымыз керек. Ең алдымен 196-ны 4-ке көбейтеміз. Шыққан мәні 784. Одан 439 азайтамыз. 345 шығады. Оны 3-ке бөлсек 115 ел Экспо 2017-ге қатысқан екен. Екінші есептің астында ересек 90 теңгеден 6 билет, бала 45 теңгеден 10 билет алғаны белгілі. Барлығының қанша ақша төлегенін табуымыз керек. 90-ды 6-ға көбейтеміз. Міне, оған 45 пен 10-ды да көбейтеміз де, шыққан мәндерін қосамыз. Сонда 990 теңге төлеген екен. А есебінде 500 теңгелік 2 билет, 200 теңгелік 5 билет. Барлығының қанша ақша төлегенін табуымыз керек. 500-ді 2-ге көбейтеміз. Сосын 200-ді 5-ке көбейтеміз де, шыққан мәндерін қосамыз. 1000 және 1000 шығады. 1000-ға 1000-ды қоссақ 2000 теңге төлеген екен. Үшінші есептің астында бізде бірінші орам 324 метр, екінші орам белгісіз, 131 метр кем екені белгілі. Сонда бізде 4 метрден бір көйлек шығады. Сол 4 метрден қанша көйлек шығатынын табуымыз керек. 324-тен 131-ді азайтсақ 193 болады. Ол екінші орам. Келесі 324-ті 193-ке қоссақ 517 метр. Мына бірінші және екінші орамның жалпы саны. Енді 517-ні біз 4-ке бөлеміз. Сол 4 метрден шығатын көйлектің метрдің санына бөлеміз. Сонда бізде 129 бір қалдық шығады. 129 көйлек сол орамдардың барлығынан шығады, 1 метр мата артық қалады. Үшінші есептің әсінде А есебіне ұқсас қылып шығарамыз, бірақ деректерін өзгертеміз. Мен тек 4 метр матадан бір көйлек шығатынын ғана өзгертпедім. Сонда бірінші орам 235 метр, екінші орам белгісіз 140 метр кем болады. Енді бұл бізде жаңағы бірінші есепке ұқсас А есебіне. Енді 235-тен 140 азайтсақ 95 шығады. Ол бізде екінші орамның өлшемі метрі. Енді 235-ке 95-ті қоссам 330 шығады. Ол барлығы екеуінің қосындысы. Енді біз 330-ті 4-ке бөлеміз. Мына 4-ке бөлеміз. Сонда 82 көйлек шығады, 2 метр мата артық қалады екен. Төртінші есепте осындай өрнектер құрастырып шығарамыз. Бесінші есепте А есебінде өрік 3 литрден 45 литр, шие 5 литрден 45 литр, барлық қанша банк екен табуымыз керек. 45-ті 3-ке бөлеміз, және 45-ті 5-ке бөлеміз де жауаптарын, яғни мәндерін қосамыз. Сонда 24 банк қажет екен. Одан соң А есебінде 45-ті 3-ке бөлсек 12 банка 3 литрлік, 45-ті 5-ке бөлсек 9 банка 5 литрлік шығады. Алтыншы есепте жиындар берілген. А жиынына 10-нан 20-ға дейінгі жұп сандар атауын берсек болады. Ал В жиынына 10-нан 20-ға дейінгі тағы сандар деп атау берсек болады. Жұп, мына жерде тақ. Ал бұл жерде 10-нан 20-ға дейінгі сандар, яғни барлық сандар осыған жататын барлық сан болады. Енді бізде А жиыны С жиынына тиесілі болады. В жиыны да С жиынына тиесілі. Жетінші есепте берілген А және Ә есептерін шығарамыз. Мен тек қана шешуін жаздым. Асында 8 сағат 45 минуттан 6 сағат 10 минутты азайтсақ 2 сағат 35 минут шығады. Ол үйде болмады. А есебінде 45 минутқа 20 минутты, одан соң 1 сағат 30 минутты қосамыз. Жауабында 2 сағат 35 минут шығады. Одан соң осы берілген уақыттан шыққан 2 сағат 35 минутты азайтамыз. Міне, азайтамыз. Сонда 14 сағат 79 минут. Бұлай алсақ, енді 14 сағат 79 минуттан 2 сағат 35 минутты азайтамыз. Оңай болу үшін, одан кейін 12 сағат 44 минут шығады. Сіздер мұнаны жазбай қойсаңыздар да болады. Мына жерге дейін бірден жауабын жазсаңыздар да болады. 8-ші есептің А және Әсінде кем дегенде бір топ дегендіктен оған бірді қосамыз. 6-ға 1-ді қоссақ 7 топ. Ол бізде Асында. Одан кейін Әсінде 4-ке 1-ді қоссақ 5 топ. Мұнда енді кем дегенде 2 топ. 6-ға 2-ні қоссақ 8 топ. Осында 4-ке 2-ні қоссақ 6 топ шығады.
бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.